Бүгінгі сабақта алдыңғы сабақта жасаған бөлшектерімізді бүгін құрастырамыз. Ең алдымен моторный отсектен бастаймыз. Моторный отсекті қалыпқа саламыз. Саламыздан бұрын кей жағымыз клей жағамыз. Моторный отсек алдық, үстіне құйрық бөлігін кигіземіз. Желінбейтін жерімізге дейін белгілеп алғанымыз дұрыс. Басып жіберіңіздер. Шығарыламыз. Құйрық бөлігіміз дайын. Ендігі кезекте қиындауымыз корпус пен құйрық бөлігін байланыстырамыз. Құйрық жиегіне клей жағамызда, және мен белгі салып қойдым. Яғни клейді соған жағамыз, корпусты сол жерге дейін кіргіземіз. Бұл енді кіргізетін кезде жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен біздер алдын ала корпусымызды өлшеп қояды. Алдын ала былай кигізіп алғанымыз да дұрыс. Қазір белгі салған жерге дейін келтіріп аласыз. Содан соң қалыпқа салып енді кішкене түзелуін қараймыз да, мына жерді бастырамыз. Клейлеріміз аз. Енді кішкене басып жібереміз. Қалыпқа жабысып қалмау үшін кішкене шығарып алғанымыз дұрыс болады. Біздің корпусымызды және құйрық бөлігін және моторный отсекті біріктірдік. Бүгінгі сабақта осы. Келесі сабақта біздер обтекательдің астына үйіп жасаймыз және пыж жасап үйренетін боламыз. Одан кейінгі сабақта құтқару жүйесі, яғни спасательный система